айтуы бойынша 2020 жылы Қазақстанда 11 мыңнан астам кітапхана жұмыс істейді. Олардың қорында 328 миллионнан астам әдеби шығарма бар. Себебі қазір менің айтып отқан сандарым бойынша адамдар кітап оқиды деген сенімім бар. Және де мен көп сыныптардан сұрағанда, біздің сыныпта 20 баланың көп шақтысы кітап оқиды деген мәліметтер алдым. Бірақ та ол кісілер тек стористі өзінің өмірін қана салғанды жақсы көреді. Бізде Жапониядан қарағанда оқу мөлшері өте аз. Себебі Жапонияда метроның әрбір станциясында кітаптар тұр. Ал бізде ешқай жерде, тіпті кейбір үйлерде де мүлдем кітап жоқ. Мектеп кітаптары 3 мен 5 аралығы. Оның орташа деңгейдегі отбасылар болуы мүмкін. Олардың көбінесе ол кітапты ақшаға алуға деңгей жетпейді. 4-ші А сыныбына барып едім, ол сыныптың жартысында кітаптары шимай және де жыртық. Оларды дұрыс ұстамайды. Мысалы, тіпті менің математика кітабының қай бетін ашсаң да шимай шатпақ болып тұрады, немесе жыртылып тұрады. Тіпті мен байқадым, кейбір кітаптарымда маркерлер жазылған. Сол үшінде мен кітапты Қазақстандағы кітап оқу мәдениеті төмен деп ойлаймын. Парламентте қайсы тобының екінші спикері Айбол қызы Арайлым. Және де бірінші топ оппозиция тобына қарсы мәліметтер айтқым келіп отыр. Сіз қай жерден бұл ақпаратты алдыңыз? Және де менің ойымша бұл кітаптың жоқтығы ол әлеуметтік желінің көптігінен. Яғни, ода әлеуметтік желі арқылы кез келген кітапты оқиды. Жақында ғана бәріміз бірдей кітап оқып шықтық. Және де біз қазір мектептің өзінде әр аптаның дүйсенбі күні бізде кітапты тексеру деген өтеді. Сол арқылы балалардың көп кітап оқығанын білетін боламыз. Ол кісі жайтты 2023 жылы Қазақстанда 3891 кітапхана тіркелді деп. Ол кітапханалардың қазір ішіне кірсең, ол жерде көп адамдар жүрмейді. Және де барса ол жерге үлкен адамдар барады. Және де қазір жастардың көбісі кітап оқиды, ондай нәрсе көрмейді деп жассыздар. Ондай болса, қазір көшеден кез келген бір жас баланы ұсталып алып, сен ол адамнан сұхбат алатын болсаң, одан кітапты не үшін оқу керек екенін сұрасаң, оны да білмейді. Мен осы кітапханашы апайдан сұрадым. Осы таратылған 50 кітаптан басқа да және де осы балаларға беретін кітаптың өзін адамдар мәдениетсіз ұстайды. Және де осы берген 50 кітапты балалар оқуға алып, соңында мәдениетсіздікпен жыртық қылып тапсырады. Мысалы, Финляндияда оқушылар 12-13 үшінші спикер болды. Біз мысалы өз сыныбымызда әрбір баланың ішінде бәріміз аптасына 2 или 3-4 кітаптан оқимыз. Айына. Біз алдыңғы жылы менің атым Қожа деген үлкен шығарманы оқыдық. Ата-аналар өз баласын жаман жолға тәрбиелеусі келмейді. Кейбір ата-аналар айтады, менің балам кітап оқиды, өте жақсы бала деп айтады. Сондықтан кейбір ата-аналар ондай деп мен ойламаймын. Жоқ, сіз қазақ әдебиетіне келді, сіз ол кезде бүкіл баламен бірге оқыдыңыз, дұрыс па? Оқыдыңыз, міне. Сіз өзіңіз қалап ол кезде оқыған жоқсыз ғой. Мен ол кітапты басында сізге тапсырды, сіз оқыдыңыз. Дұрыс па? Және де жаңа балалар кітап... Екінші орынғы оппозиция тобының 3-ші спикері. Менің ойымша, ата-анамның қасына бардым, ағамның қасына бардым. Отбасымның мүшелерінің қасына барған кезде олар былай айтқанда пайдасы аз заттар көріп отырды. Бүкіл Қазақстан бойынша кітап оқитын сыныптар аз. Жалпы менің айта кетерім, сіз айтып тұрсыз, бір адам бүкіл Қазақстанға татымайды дейсіз, дұрыс па? Онда қалай біздің сынып жалпы бүкіл Қазақстанға татиды? Мысалға, бүкіл адам бірдей емес, дұрыс па? Мысалға, сіздер айттыңыздар, 9,5 миллион адам кітап
оқыған дегенді айттыңыздар. Бірақ қалған адамдар қайда? Біздің Қазақстанымызда 21 миллион адам бар, бірақ сіздер 9,5 миллионын ғана айттыңыздар. Мысалы, біз сабақты көп оқымаймыз. Біз сабаққа не үшін келеміз? Бұл мәжбүрлі түр емес, бұл қалау немесе қызықтыру деп қабылдасақ болады. Мысалы, сіз айтып жатырсыз, мысалы бір кітап қолжан алсақ, оны сіз айтпай жатып оқымайсыз дейсіз. Мүмкін оған дейін оны ешкім қызықтырып айтпаған шығар. Ал бізге сол уақытта апай қызықтырып осы кітапты айтып бергеннен кейін біз оқуға қызықтық. Ал егерде шынымен оқығысы келмеген адам, қызықпаған адам неше түрлі сылтау тауып оқымауы мүмкін. Кітапты алғаннан кейін адам өзінің мойнынан жауапкершілік бермейді. Және де оны кітапты дұрыстап оқып, дұрыстап тапсыруы тиіс. Менің қарындасым бұлай істеді, менің ағам осылай істеді деген болмау керек деп ойлаймын.